Қан түкіріп қалың жұрт, қараңғысыз бұрышта, қанға жерік қанды мұр, арқа сүйеп қылышқа. Дәл осындай өлең шумақтары үшін Қазақстанның халық әртісі, актер Шахан Мусин өмірінің 18 жылын қуғында өткізген. 1934 жылы ашылған Семей облыстық музыкалық драма театрының іргетасын қалап, еңбек етіп жүрген актер кеңес үкіметіне қарсы шыққан жау деген жаламен абақтыға жабылды. 1937-46 жылдары Колымада, ал 1948-54 жылдары Сібір түрмесінде саяси қуғын-сүргін азабын тартса да, отты өлеңнен қол үзген жоқ. 10 жыл каторгада алтын қазып, ағаш құлатып, кәдімгі Колыманың анау бұдан 14 километр шақырым жер дейді ғой Колыма бізден. Сол жерде жатып, 10 жыл өмірін нағыз жастық шағын сол жерде өткізген. Міне осылардың барлығын өлеңінде айтады. Өлеңі осы тарихты. Бұл тек бір кісінің тарихы емес, жалғыз Шаханның басынан өткен тарих емес, халқымыздың белгілі бір кезеңдегі тарихы. Шахан Мусиннің өзі 16 жыл өлең үшін 18 жыл қуылыппын деп еске алған. Түрме азабы актердің рухын жасталған жоқ. Бойындағы кіршіксіз тазалықты, паңдық пен сырбаздықты жоғалтпаған актер сахнаның серісі еді. Құрманбек Жандарбековтің арнайы шақыруымен опера және балет театрында қойылған Жалбыр операсында Жақыптың партиясын орындады. 1958 жылы Мәскеуде өткен қазақ әдебиеті мен өнерінің 10 күндігінде өнер көрсетті. Романтик актер еді. Көрдік, жанып, лапылдап, от көсеп ойнайтын актер еді. Нөсер төгетін, найзағай жарқылдайтын, о кісі сахнаға шыққанда. Демек, мына көрерменмен контакт жасауда, көрерменнің жан дүниесін қозғауда Шахан Мусин сияқты бүкіл тұла бойымен беріліп ойнайтын артистер қазір кем. Жүріс тұрысы, ішкі мәдениеті әр уақытта бізге үлгі болды. Сахнадағы ақанды ойнағанда біз соның жан-жағында жүрдік. Соның бәрі мектеп. 1954-57 жылдары Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жастар театрында, ал 1957 жылдан ғұмырының соңына дейін Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театры сахнасында еңбек етті. Соншалықты азаптан кейін керемет бейнелер жасады ғой. Біз Қарагөзді бірге ойнадық, мен Дулатты ойнадым, ол кісі Сырымды ойнады. Сонда спектакльдеріндегі, рөлдеріндегі сөздердің өзі жалынды болып шығатын. Өйткені ішкі дүниенің бәрі қайнап тұр. Өйткені өмірінің бір парасы сырмен тағдырлас. Шахан Мусин сомдаған сырым мен ақан сері шоқтығы биік образдар. Қиыр шетте жүріп жазылған өлеңнен қуат алған тылсым күш, шалқар шабыт, оның ақан серінің әлеміне енуіне ықпал етті. Сондай-ақ Айдар, Моцарт, Телегин секілді бейнелер театр өнеріндегі өзгеше құбылыс еді. Қазақ киносында Шахан Мусинсіз елестету мүмкін емес. Асау ертіс жағасында Шоқан Уәлиханов, Аманат, Ұлан тағы сол секілді фильмдерде актердің бейнесі қалды. Біз ол кісіні жақсы көріп қалған адамдарымыз өте ағаны, Сәбир апамды, сол кездегі актерлардың, актрисалардың өзі өте бір тұлғалы, өте бір керемет сияқты еді ғой. Табынатын едік қой оларға. Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театрында актерді еске алу кеші өтті. Биыл 100 жылдығы аталып отырған дүлділ актер жайлы көрме ашылып, замандастары мен әріптестерінің естеліктері жинақталған кітаптың тұсауы кесілді.